Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Жұмыстан қолым босаған кезде, қалт еткен кезде, қарап сіздермен бөлісіп, не ұсынсам екен деген оймен жүргенде, кітап журналдарды ақтарып отырып, мына дәстүр журналы қолыма түсті. Бұдан 11 жыл бұрынғы шыққан журнал екен. Ұлттық этнографиялық журнал деп, ел болам десең бесігіңді түзе деген девизі бар. Нөмір 3 екен. Осының ішінде сіздермен бөлісетін өте құнды ақпараттар бар екен. Қазір қыс мезгілі болғандықтан айып етпеңіздер, үзіліп кетті. Осы журналдың ішінде бір мақаламен сіздерге бөлісейін дедім. Бұл мақаланың авторы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің профессоры Рысбай Сәтімбеков деген кісі екен. Бұл жерде жабайы өсімдіктер мен жабайы жануарларға қатысты айтылатын ұлттық ұғымдар жайлы. Өткен жолғы 2 ролигімдегі 2 тақырыбымен жалғасатын сол тақырыпқа іспеттес келетін тақырып екен. Қазір ақпан айы. Мысалы, қаңтар айының 17, 18, 19 күндері орыстардың, орыстар демей-ақ қояйын, славян халқының крещениесі болды. Суға түсетін, тазаратын, сондай бір дәстүрлері, салттары бар болды. Сол кездері интернет желісінде өте көп кездесетін бізді қазақ тілінде жазған нәрсесі көңілге қонбап еді. Сол кезде бөрі сырғақ міне басталды, осындай кезде осындай болады деген тақырыптар көбейді. Менің ойымша, сіздерге ылғи ұсынып жүрген мағлұматтарды қайдан алам? Сол Сейіт Кенжеахметұлының кітабынан, басқа журналдардан. Енді осы дәстүр журналының ішіндегі ақпараттарды келтіргім келіп отыр. Осы ақпарат дұрыс-ау деп ойлаймын. Мен естімеген мен білмейтін бірнеше атаулар бар екен. Соның 15-дей атауы бар екен. Соның біріншісі ит балықтың кіндік кесері деген бар екен. Ит балықтың кіндік қатары деген. Ол қай тұста? Бұл кәдімгі белгілі бір таблицамен жазылған. Бірінші ұлттық ұғымдардың атауларын берген, болатын мезгілін берген және байқалатын ерекшеліктері берілген. Мен соны сіздерге жеке-жеке бөлісейін. Итбалықтың кіндік кесері ақпан айының орта тұсы екен. Каспий итбалығының аналықтары мұз үстіне шығып күшіктейді. Қатты суық, әрі аязды, әрі боранды күндер болады екен. Екіншісі бөрі сырғақ 15 және 17 ақпан аралығында болады екен. Неге оны қаңтар айымен шатастырып жүргенін елдің білмедім. Маған дұрысы осы сияқты. 15-17 ақпан аралығында жаңбыр жауып, арты сырғақты қарға айналады екен. Ұсақ түйіршікті қарды айтады екен. Қасқырлар жұп құрып ұйығады екен. Үшінші доңыздың толғағы деп аталады. Доңыздың толғағы 3 және 8 наурыз күндері болады екен. Бұл күндер доңыз ұрпақ береді. Ауа райы күрт өзгереді. Келесі 4 қоянның толғатуы 24-28 наурыз күндері қатты жел тұрып, күн суытады, кейде қар жауы да мүмкін екен. 5 құс қанаты 26-28 наурыз күндері. Бұл күндері күн ызғарланып суытады, жапалақтап қар жауады, елімізге жыл құстары келе бастайды екен. 6 тасбақа дауыл деп аталады екен. Көкек айының алғашқы 10 күндігінде. Бірнеше күн қатарынан шаңды, боранды қатты жел соғады. Тасбақалар қысқы ұйқысынан оянып, інінен сыртқа шығады екен. 7 қыдыр қамшысы делінеді екен. 18-19 көкек күндері.
жыл құстары жұмыртқа басуға кіріседі, күн суытып жаңбыр жауады. 8-ші тобылғы жарған, 25-ші 28-ші көкек күндері. Қара суық қайталанып, ауа райы құбылып өзгереді. Бұдан соң тобылғы бүр жарады екен. 9-ші қызыл жұмыртқа, 8-ші 9-ші мамыр аралығында. Жұмыртқа шайқаған құстар балапан өрбітеді. Бұл жұмыртқалардан қызыл шақа балапандардың шыққандығын аңғартады. Бұл мезгілде ауа райы күрт суытады. 10-ші құралайдың салқыны, 17-ші 24-ші мамыр аралығында. Ақбөкендер жаппай лақтайды. Бұл кезде ауа райы салқындап, ызғырық жел тұрады, жаңбыр жауып, артынша күн суытады. 11-ші бекіре ойнақ, күз мезгілінде делінген. Тал түс кезінде бекіре балықтары өзеннің құмды жағалауына топ-тобымен жиналады да, бастарын су түбіндегі құмға тығып, үйезденген жылқыша ағынға қарсы бірінің соңынан бірі тізіліп, ұзақ қозғалмай тұрады екен. Бекіре ойнақ екен. 12-ші бұғының мойын жуары, қараша айының алғашқы 10 күндігінде. Қатты жаңбыр жауып, шағылысқа түскен бұғылар бойындағы жамсыз иістерден тазарады дейді. 13-ші теке бұрқылдақ немесе теке бұрқыл, қараша айының соңғы, желтоқсан айының басында. Тау-текелер, тауешкілермен және қожалар арқарларымен үйірге түсіп шағылысады екен. 14-ші киіктің матауы, 15-ші 20-ші желтоқсан аралығында. Ақбөкендер мен қарақұйрықтардың текелері үйірге түсіп, бірін-бірімен қосақталады. Ауа райы күрт өзгереді екен. 15-ші киіктің мойын жуары деген болады екен. 15-ші 20-ші желтоқсан аралығында. Нөсерлеп жаңбыр жауады. Сасай болған ақбөкеннің текелері жаңбыр суымен сасық иістерінен тазарады дейді. Егер де бұл мезгілде жауын шашын жаумай қалса, текелердің көзі ағарып, өліп кетуі де мүмкін дейді. Міне, осы келтірілген Рысбай Сәтімбеков атамыздың келтірілген дәлелді бірнеше кітаптардан алынған мағлұматы дұрыс деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Себебі бұл табиғаттан алынған, табиғатты зерделеп, неше ғасырлар бойы халық өзі сондай ұғым келтірілген ғой. Табиғат ұлттық дүние танымның іргетасы делінген мақала екен бұл. Егер бұдан үзіндік келтіретін болсам, осы мақалада мынандай қызықты ақпараттар бар. Халқымыздың тұрмыс тіршілігінде жиі қолданатын шипалық қасиеті бар өсімдіктерден, мысалы жуаз, жусан, жалбыз, адыраспан, тобылғы, арша, қарағай, тағы басқа. Ал жануарлардан бекіре балығы, тасбақа, аққу, үкі, ұлар, бүркіт, қарлығаш, дегелек, дуадақ, ақбөкен, киік, құлан, керқұлан, құндыз, қасқыр, аю, бұғы, арқар, ілбіс, яғни барыс, итбалық, тағы басқа туралы ұлттық ұғымдар кеңінен ескерілуі қажет екен. Мүмкін оқушыларға немесе мұғалімдерге арналған мақала болуы мүмкін, себебі былай деп жазылған. Мұндай ұлттық ұғымдар оқушылардың өз ана тіліне деген шынайы сүйіспеншілігін арттырып, тілдік қорының молаюына тікелей әсер етеді. Мысалы, балық сұлтаны бекіре деген сөз тіркесі бекіре балығының дене тұрқының ірілігіне, дәмді еті мен балығы бағалы уылдырығына байланысты айтылғандығын аңғартады. Бекіренің басы тасқа тимей қайтпайды деген ұғым бекіре балықтарының теңізден өзенге көтеріліп өрістенуіне байланысты айтылғандығын байқауға болады. Дегелек келді жаз болды, балашаға мәз болды деген мәтелден оқушылар дегелектің жылқысы екендігін білсе, ал жыланның жауы дегелек, жылқының жауы бөгелек деген мәтелден
дегелек құсының жыланмен қоректендігін айғақтай түседі дейді. Бүркіт жеті қазынаның бірі деген сөз тіркестерінің де мәнісі өте зор делінеді. Тағы бір ерекше атап айтатын нәрсе, ана тілімізде бүркітке байланысты 1000 жарымнан астам сөздер мен сөз тіркестері сақталған. Мұның өзі тіліміздің өте бай екендігін аңғартады. Бүркіттің аналығы ұябасар, аталығы шәулі, ал балапаны ақүрпек деп аталады екен. Енді еліміздің биік таулы алқаптарында кездесетін жырқышаңның бірі ілбіс немесе барыс деп аталады. Оны баспа беттерінде көбіне көшірме аударма түрінде қар барысы деп жазу жиі кездеседі. Бұл мүлде дұрыс емес. Оның қазақша төл атауы ілбіс немесе барыс. Өйткені ана тілімізде тікелей ілбіске қатысты сөз тіркестері мен ұлттық ұғымдар көптеп кездеседі. Мысалы, ілбістің аталығы барыс, аналығы таутан, ал күшігі алан екендігін көпшілік біле бермейді. Мысалы, таутанын тастап барыс ат жаға болар ішікке деген мақал бар екен. Алма апаннан аланды, таутан ұрлар балаңды деген мақал бар екен. Таутанын алсаң аланын, кесіріне жолығарсың балаңның деген мәтелдер мен сөз тіркестері ілбістің өзіне тән тіршілік әрекеттерін нақты айғақтап тұр дейді. Қазақ халқының табиғат туындылары туралы айтылған ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық ұғымдарына, ұлттық ой пікірлеріне және ұлттық түйінді тұжырымдарына басқа халықтың, әсіресе орыс ғалымдарының таңданыс білдіруін ерекше атап өткен жөн дейді. Мысалы, орыстың атақты зоолог ғалымы Формозов 1947-1948 жылдары Қазақстанның көптеген аумақтарына арнайы жасақталған экспедициясы кезінде қазақ халқының табиғат жайлы орынды ой қорытындыларын ерекше атап көрсеткен. Зоркие глаза казахов всегда следили за жизнью природы. Их народная мудрость накопила многих интересных обобщений и выводов. Используя вековой опыт казахов-животноводов, ботанические экспедиции последнего 20-летия выявили ряд интересных и важных фактов в отношении кормового значения многих диких растений. Среди них казахов, то есть встречаются исключительно талантливые натуралисты, обладающие неоценимыми знаниями, приобретенными с детства при жизни на лоне степной природы деп жазылған. Міне, қазақ халқы өзінің қажетіне жарайтын осындай пайдалы өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінде болатын өзгерістерді жіті бақылап, ол туралы өте орынды қорытындылар ұғымды жасап отырғандығын зерттейтін басқа да ғылымдар болған екен. Ұлттық ұғым ұлтымыздың ұраны, қастерлейік осы асыл мұраны, ұлтымыздың құнды ұлттық ұғымын біліп өссін әрбір ұрпақ ұланы деген бір ауыз өлең келтіріледі. Міне, құрметті көпшілік, біле жүрейік, білгенімізді жастарға айта жүрейік. Сау саламатта болыңыздар.